10-қыркүйек 2025 жылы біз талапкер ауылының ауылында сервистік кәсіпті ашуға рұқсат етеміз. Осы күні ауданымызда бізде 11-ші сервистік кәсіпті ашылуда. Ал жасап қалған бөлім ашуға үміттенеміз, келесі жылы. Сол күні ашуға кіріссек. Ел тыныш болса, заман тыныш болса, отанымыз аман болса, Қазақстанымыз бізге біз сол уақытында пенсиямызды алып, уақытында осының өзі үлкен бізге көмек шырақтарын. Қайырлы болсын барлығы. Сіздерді осы сервистік акиматтың ашылуымен құттықтаймын. Бұл өте жаңағы заманауи көтеріліп жатқан мәселе, халықтың игілігі үшін жасалып жатқан осы талапкер ауылдық округі әкімінің мамандарының арқасында осындай үлкен іс-шара өтіп, халыққа қызмет көрсету орталығы ашылып жатыр. Это же принцип государства, один из шагов цифровизации. Содан кейін біздің талапкер жылдан кейін халықтың саны өсіп жатыр. Сұрақтар өте көп. Осы бізде талапкерді акиматта сондай кабинет ашылса, халқымызға тек қана жақсы болады деп ойлаймын. Көп тегеді маған. Ешқайда бармаймын, только көмектесіп, келіп ағада көмектесіп деп көмектесіп береді.